Бастамас бұрын каналға жазылып, 1000 жазылушыға жетуге көмектесуді ұмытпаңыз. Сондай-ақ бұл видеоға 2000 лайк жинайық. Қиын көрінуі мүмкін, бірақ сіздерге сенем. Оқиға басты кейіпкеріміз 21 жастағы аспаз Шен ян, қысқаша айтқанда Шен есімді қыздан басталады. Біз оны көп күш қуатпен оянып, беделді Пинна қонақүйінің мейрамханасындағы жұмысына дайындалып жатқанын көреміз. Ол қазірдің өзінде қатты кешігіп жатыр. Ол келгенде менеджері оның кешіккенін мазақтай бастайды. Ол тамақ дайындауға құштар болғанымен, әлі негізгі аспаздардың бірі емес. Оның жұмысы негізінен қарапайым дайындық жұмыстарынан тұрады. Мысалы, таудай пияз бен картопты ашу. Ол өз орнын дәлелдеп, жоғарылау үшін тасып жүр. Кейін бас аспаз бүкіл асхана қызметкерлерін жинайды. Ол оларға өте маңызды қонақ, әйгілі тағам сыншысы, әрі қонақүйдің жаңа әлеуетті сатып алушысы сол күні келетінін ескертеді. Ол барлығы ең жақсы тәртіпте болуы керек екенін, әйтпесе жаман әсер қалдырса, бәрін жұмыстан шығарып жіберуі мүмкін екенін айтады. Осы уақытта Шеннің әріптесі, әрі досы Далабай есімді жігіт оған жұмыс істеп жатқанда келеді. Ол Шеннен өзінің ерекше құпия рецепті бойынша күріш тағамын дайындап беруін өтінеді, өйткені оны дәл Шен сияқты ешкім жасай алмайтынын айтады. Оны көндіру үшін тағы бір аспаз да осы тағамды жегісі келетінін айтады. Өз еңбегіне мақталып, Шен келсе. Өз тағамдарын әзірлеуге рұқсат етілмегендіктен, ол жасырын түрде қоймаға кіріп, бұл асты құпия дайындайды. Ол ингредиенттерін жинап жатқанын көреміз. Оның ішінде мейрамхананың аквариумынан алынған жаңа ашаяндар да бар. Ол ашаяндарды шебер тазартып қайнатады. Жұмыртқа қуырып, бұршақтарды қайнатады. Барлық құрамдастарын дайындап болған соң, ол тағамды жинап, үстіне ашаянмен әрлейді. Дайын болған асты Далабаға беріп, өзінің құпия дәмдеуіштерін алып келгенше жемей тұруын ескертеді. Бірақ Далаба шыдай алмай тамаққа кірісейін деп жатқанда анасы қоңырау шалады. Ол тағамды қоймадағы сөреге қойып, қоңырауға жауап беру үшін шығып кетеді. Жанында зақымдалған электр розеткасы барын байқамайды. Дәл осы уақытта қонақүйге маңызды қонақ атты келеді. Ол келген сәтте қоймадағы ақаулы розетка қысқа тұйықталып, өрт шығар. Шен дәмдеуіштерін қосу үшін қайтып келгенде, жалынды көріп, қатты шошиды. Алғашында ол абдырап қалады, бірақ кейін су толы кастрөлді алып, өртті сөндіруге тырысады. Ол су алып жүгіріп келе жатқанда, ас үйге қарай бағалау үшін келе жатады да өртті көріп таңғалады. Өте сабырлы түрде ол орындық алып, үстіне шығып, өрт сөндіру жүйесінің су шашқышын іске қосу үшін оттық не сигарасын пайдалануға тырысады. Шен оны көргенде, өртті бастаған осы адам деп ойлап, өзі қиындыққа ұшырайды деп қорқады. Танысып қойып, жұмыстан шығып қалудан қорқып, ол бетіне майлық байлап алады. Ол егер ол дабылды қосса, кінәні өзіне аударатынын біледі. Абдырап, оны тоқтатуға тырысады. Алдымен байлап тастамақ болады. Кейін кастрөлдегі суды үстіне шашады. тоқтамай, басын қорғау үшін кастрөл не тәрелке алып, оттығын қайтадан дабылға жақындатып, ақыры оны іске қосады. Су шашқыштар осылып, өрт өшіріледі. Ол Шенге бір қарады да үндемей шығып кетті. Сол сәтте басқа аспаздар жүгіріп кірді. Тамақ және сусын бөлімінің менеджері Шенді тауып алып, ұрыса бастайды. Қоймада онымен бірге тағы кім болғанын сұрайды. Шен досы Далаба оған есімін айтпауды өтінгенін есіне алып, барлық кінәні өз мойнына алады да менеджерге жалғыз болғанын айтады. Бастапқыда менеджер оны 6 айға жалақысын қысқарту арқылы жазалауға шешім қабылдайды. Шен таңғалады, себебі тек сүлгімен таба ғана бүлінген еді. Бірақ сол кезде менеджерге телефон қоңырауы түседі. Ол қонақүй иесінен жаңа сатып алушы өртті көрген адам екенін біледі. Бұл оқиға оларға үлкен шығын әкелді, өйткені қонақүйдің сату бағасы төмендеп кетті. Иесі оған кінәлі адамды бірден жұмыстан шығаруды бұйырады. Басқа амалы қалмаған менеджер Шенді жұмыстан шығарады. Ол бірінші жұмыс күнде жұмыстан шығарылғанына сене алмай шокта болады. Осы уақытта менеджер мен оның көмекшісін қарсы алып, оларға 1123 нөмірлі люкс бөлмені береді. Лутзиннің көмекшісі асханадан ең үздік тағамдарды әкелуді сұрайды. Жұмыссыз қалған Шен үйінде ашулы күйде отырады. Ол ашаян мен Лутзин сияқты сөйлесіп, оны жұмыстан шығарған үшін кінәлайды. Қонақүйде аспаздар Лутзин үшін ең сәнді тағамдарын дайындайды. Алайда ол олардың ешқайсысын ұнатпайды. Ол әр тағамнан кемшілік тауып, тіпті шала піскен ет сынды сындырады деп айтады. Аспаздар ашуланып, өздерін қорланғандай сезінеді, сұнатын тағамдары да таусылып қалады. Дәл сол сәтте Далаба өрт шыққанға дейін Шен дайындаған қуырылған күрішті есіне алады.
Ол қоймадан сол тағамды алып Лу Цзиньге ұсынады. Лу Цзинь үмітін үзген еді, бірақ соңғы рет байқап көруге шешім қабылдайды. Ол дәмін татқанда қатты таң қалады. Ол қонақүйдің басқаруы нашар болғанымен, оларда данышпан аспаз бар дейді. Ол бұл тағамды, яғни алаяқтың саусағы қуырылған күрішін қатты ұнатады және оны дайындаған аспазбен кездескісі келеді. Менеджер абдырап, Лу Цзиньге аспаздың жыл сайынғы демалыста екенін айтып өтірік айтады. Лу Цзинь оған сенбейді де, қонақүйдің бағасын тағы да төмендетуге тура келетінін айтады. Үмітсіз қалған менеджер аспазды демалыстан бірден қайтарып әкелуге уәде береді. Келесі күні Шенге құрбысы Сүй қоңырау шалып, жігіті оны алдап, әмиянын ұрлап кеткенін айтады. Шен адал дос болғандықтан ашуланып, кек қайтаратынын айтады. Ол бұрынғы жігітінің көлігін табу үшін автотұраққа барады. Ол терезелерді сындыру үшін балға алып келеді, бірақ кейін ойын өзгертеді. Оның орнына өзі бұрынғы жігітінің көлігі деп ойлаған көлікке кіріп, оны ұн, қамыр және макаронмен бүдіре бастайды. Кенеттен көліктің иесі келеді, сөйтсе ол Лу Цзинь болып шығады. Ол оны қылмыс үстінде ұстап алады. Шен оны танып, шошып кетеді, жағдайдан шығу үшін өзін кореймін деп таныстырады. Бірақ оның жоспары іске аспайды, себебі Лу Цзинь оған корей тілінде жауап береді. Содан кейін ол өзін қытаймын деп мойындайды. Ол оны қайтадан көлікке отырғызып, болған жағдайды дәлел ретінде суретке түсіреді және полицияға хабарласамын деп қорқытады. Ол оған жалынып, барлық шығынды өтеп беруге уәде береді. Ол келісіп, өзінің телефон нөмірін оның сөмкесіне жазып береді. Жарты сағат ішінде хабарласуын, әйтпесе полицияға баратынын айтады. Одан кейін Шен ақша сұрап досы Сюге барады, бірақ Сю көмектесуден бас тартады. Шен содан соң аласына барады, бірақ ол да көмектеспейді. Соңында ол атасына барады, ал атасы оның туған күні екенін біліп, оған туған күніне сыйлық ретінде қомақты ақша береді. Сол түні Лу Цзиньнің де туған күні. Жанында досы да, туысы да болмағандықтан, ол туған күнін жалғыз өзі атап өтіп жатқанда, банктен туған күнімен құттықтау хабарламасы келеді. Қарны ашқан соң, ол тамақтанатын орын іздеп сыртқа шығады. Кездейсоқ ол Шеннің атасына тиесілі мейрамханаға тап болады. Шен де сол кезде атасының мейрамханасында болады. Бір клиент теңіз өнімдерінен дайындалған кеспе сорпасын тапсырыс бергенде ол мүмкіндік көреді. Атасы оған ас үйде тамақ дайындауға тыйым салған, бірақ сол сәтте атасы сыртқа шығып кетеді. Ол осы сәтті пайдаланып, өзіне тән ерекше қасықпен, бар махаббаты мен құштарлығын салып, тағамды өзі дайындайды. Даяшы тағамды әкелгенде, бастапқы клиентті таба алмай, оны жаңа ғана отырған Лу Жинге арналған деп ойлайды. Лу Жин таң қалады, бірақ керемет иіс оны баурап алады. Сорпаны тапқанда дәмі ерекше дәмді әрі таныс екенін сезеді, бірақ оны қайдан жегенін есіне түсіре алмайды. Ол бүкіл тостағанды қыурытып қояды. Ол керемет тағамды дайындаған адамды көруге қызығып, ас үйге бет алады. Сол жерде ол ақасын беріп тұрған қызды көреді. Ол шашын ерекше қасықпен байлап жатыр. Ол оған ғашық болайын деп тұрғанда, дәл сол сәтте Шеннің атасы қайтып келіп, ас үйде біреудің барын сезеді. Шен атасы оны көріп қояма деп қорқып, артына қарамай басқа есіктен қашып шығады. Асырысында оның ерекше қасыры жерге түсіп қалады. Лу Жин қасықты көтеріп алып, оны Золушканың әйнек туфлиінде фастерлейді. Атасы Лу Жинге қарсы шығып, не істеп жүргенін сұрайды. Лу Жин әйел аспаз туралы сұрайды, бірақ атасы бұл жерде өзінен басқа ешкім жұмыс істемейтінін айтып, оны шығарып жібереді. Келесі күні Шен үйінде отырғанда далаға қонаққа келеді. Ол Шеннен қонақ үйге қайта оралуын өтінеді, себебі 1123 нөмірлі люксте тұратын қонақ Лу Жин басқа аспаздардың тамағын ұнатпай, тек оның дайындаған тағамын ғана жақсы көргенін түсіндіреді. Ол оған барлығының жұмысы қауіпті екенін айтады. Сондықтан Шен қонақ үйге қайта оралып, Лу Жинге жаңа тағам дайындайды. Лу Жин оны татып көргенде дәмінен еріп кетеді, бірақ өз құштарлығын жасыру үшін баяу жеуге тырысады. Ол бүкіл табақты тауысып жегені бәрі түсінікті белгі. Осыған байланысты менеджер бірден Шенді қайта жұмысқа алып, оның бас аспаз болу және жалақысын көтеру туралы талаптарына келіседі. Шен енді асханада толыққанды жұмыс істеймін деп ойлайды, бірақ менеджер оған жалғыз ғана міндеті 1123 нөмірлі люкске тұратын қонаққа тамақ дайындау екенін және басқа ештеңе істемеу керектігін айтқанда, ол таң қалады. Енді жұмысы қауіпсіз болған соң, ол досы Сүй мен ағасымен бірге бұл қуанышты атап өтуді шешеді. Олар Лу Жиннің дәл қасындағы люксті жалдап, түні бойы көңіл көтереді, қатты шулап, жұмыс істеп жатқан Лу Жинге кедергі келтіреді.
Кештен кейін Сүй мен ағасы бүкіл люкс пен кештің ақшасын Шенге төлетіп, оны мас күйінде қалдырып, өздері клубқа кетіп қалады. Біраз уақыттан соң, әлі де есін толып жинамаған Шен балконына шығып, Лу Жиннің балконына өрмелеп өте. Ол оның люксіне кіріп, Лу Жинді көргенде қатты шошып талып қалады. Лу Жин оны өзінің көлігін білдірген қыз ретінде таниды. Ол қызды бөлмесіне қайтару үшін қабылдау бөліміне қоңырау шалмақ болады, бірақ ешкім жауап бермейді. Сондықтан жағдайды өзі шешуге мәжбүр болады. Ол қызды көтеріп, өз төсегіне жатқызады. Сөйтсе, ол тек талып қалған болып көрінген екен. Шен Лу Жинді танып, көліктің бүлінуі туралы онымен бетпе-бет кездесуден қорықты. Әсіресе енді ол оның жалғыз клиенті болғандықтан. Ол жағдайды реттеп жатқанда, қыз оянып, келген жолымен өз бөлмесіне қайта қашып кетеді. Екінші бөлім. Келесі күні Шен асханада Лу Жиннен қашпақтап жүр. Лу Жин өзі жақсы көретін тағамды дайындайтын жұмбақ аспазбен кездесуге бел буады. Шен оның түскі асын дайындап, оны далаба арқылы жібереді. Тамақтың үстінде қауысын қойылған жұмыртқа болады. Бұл оған арналған жұмбақ. Тауық бұрын туды ма, әлде жұмыртқа ма? Осылайша олардың арасында мысық пен тышқан ойыны басталады. Лу Жин бірден асханаға оны іздеп келеді, бірақ далаба дер кезінде Шенге ескертіп үлгереді. Шен тез жүгіріп киім ауыстыратын бөлмеге барып, даяшының формасын киеді, бетіне майлық жауып, сыртқа шығады. Лу Жин дәлізде онымен соқтырысып қалады. Ол оны өрт болған күнгі қыз екенін таныса да, сыр білдірмей өтіп кетуіне мүмкіндік береді. Дәл осы сәтте ол өзін үнемі айналып өтетін жұмбақ аспаздың Шен екенін түсінеді. Енді оның кім екенін білген соң, Лу Жин үнсіз кейіп алуды бастайды. Ол енді нақты тағамдарға тапсырыс берудің орнына қиын әрі көп уақыт алатын өтініштер жасай бастайды. Мысалы, ол картоптан 10 түрлі тағамды, әрқайсысын әр түрлі тәсілмен дайындауды сұрайды. Менеджер оған кез келген уақытта Лу Жинге тамақ дайындауды бұйырғандықтан, Шен оның бітпейтін тапсырыстарын орындау үшін күні-түні асханада жалғыз жұмыс істеуге мәжбүр болады. 2 күн тынымсыз жұмыс істегеннен кейін, Шен әбден шаршайды және оның өзін әшкерелегенін түсінеді. Ол келесі тағам ретінде асқабақ жібереді. Бұл арқылы өзінің шаршағанын және демалғысы келетінін білдіреді. Лу Жин мұны түсінеді. Осы уақытта Шеннің құрбысы Сүй Лу Жиннің көмекшісі Меннің ауқатты екенін біледі. Оны кәсіпкер деп ойлап, оған жақындауға тырысады. Шен оған қонақүйден даяшының формасын ұрлауға көмектеседі. Осылайша Сүй сол жерде жұмыс істейтін болып көрініп, оның назарын аудармақшы болады. Дәл осы уақытта Лу Жин қонақүй иесімен кездесуде болып, өрт пен ас үйдегі қауіпсіздік мәселелерін алға тартып, сатып алу бағасын тағы да төмендетеді. Шен ас үйде шаршап ұйықтап жатқанда, менеджер оған таза ауа жұту үшін баққа шығуын айтады. Ол сыртта жүргенде, Лу Жин бассейннің жанында тұрып, телефонмен сөйлесіп жатады. Шен оны байқамай үлкен қуыршақты үрлеуге тырысады. Ол батырманы басқанда, қуыршақ тез үрленіп, Лу Жинді соғып, оны бассейнге құлатады. Оның көмекшісі мен Шенді сәтсіздік әкеледі деп ойлай бастайды. Өйткені ол Лу Жиннің жанында жүргенде үнемі бір қиындық болады. Осы оқиғадан кейін Шен кешірім сұрауға тырысады, бірақ Лу Жин оны көруге тым шаршаған еді. Лу Жин оның барлық әуресін есіне алып, одан кек алудың жолын ойластырады. Ол оған қиын болатынын біле тұра, өте күрделі әрі көптеген ингредиенттерден тұратын коктейль қазанға тапсырыс береді. Шен жұмысқа кіріседі, бірақ уақытынан кешігіп жатыр. Лу Жин тамағы тым ұзақ дайындалып жатқанын сезіп, ас үйге барып тексереді. Ол ас үйдің бос екенін, ал тағамның әлі де плита үстінде дайындалып жатқанын көреді. Ол дәмін татып көруге шешім қабылдап, саңырау құлақтардың біразын жейді. Сол сәтте улану белгілері пайда болып, шокқа түседі. Өйткені ол дәл сол саңырау құлақтарға аллергиясы бар еді. Дәл сол сәтте Шен қайтып келіп, оны еденде жатқан жерінен табады. Ол тез ойлап, оның өмірін құтқару үшін оған сұйық сабын ішкізіп, суын тудырады. Оның ойынша бұл дағдарыс дерлік ойын сияқты. Ол оның кеудесін басып, уланған Лу Жин дәрменсіз жатқанда, аузынан сабын көпіршіктерін шығарады. Келесі күні Лу Жин қатты ұялады. Өйткені бүкіл оқиға ас үйдегі бақылау камераларына түсіп қалып, барлық қызметкерлер көріп қойған еді. Шенді қосалғанда барлық аспаздар одан кешірім сұрауға келеді. Өзі жеткілікті қиындық тудырды деп ойлаған Шен қонақүйден біржола кетуге шешім қабылдайды. Кейінірек Лу Жин бұрын жақсы көретін әрі жоғары баға берген мейрамханада түскі ас ішіп отырады. Алайда бұл жолы ол тағамды өте қарапайым деп тауып, тамағын аяқтамай кетеді. Оның дәм сезуі Шеннің керемет аспаздығынан бұзылып қалған еді.
Осы уақытта мен Шенге қоңырау шалып, көлікке келтірген зиян үшін қарызын төлеуді талап етеді. Егер төлемесе, қолындағы дәлелдермен полицияға баратынын айтып қорқытады. Мен көлік жүргізіп келе жатып, жол жиегінде тұрған Шенді көріп, оны жеткізіп салуды ұсынады. Ол Шеннің досы Сүймен сөйлесіп, қарызын жабу үшін 70.000 юань керек екенін естіп қалады. Сондықтан Шен онымен келісімге келіп, оның жеке аспазы болып жұмыс істейді. Күн сайын жалақы алып, қарызын азайта бастайды. Сол түні Лу Цзин Менге кешкі асқа жақсы мейрамхана табуды тапсырады, бірақ ешқайсысы оған ұнамайды. Ақырында ол Шеннің атасының мейрамханасына қайта оралады. Шен де сол жерде болып, асүйге жасырын кіріп, бұрынғыдай теңіз өнімдерінен жасалған кеспе тағамын дайындайды. Атасы оны ұстап алып, тағамды тастамақшы болады, бірақ дәл сол сәтте Лу Цзин келіп, оны қолына алады. Лу Цзин отырып тамақ жей бастағанда, Шен оны көріп, тағамды қайтарып алмақ болады. Бірақ ол сәтсіздікке ұшырайды. Оның артындағы мейрамханада төбелес басталып кетеді. Аласапыран кезінде Шен біреуге бөтелке лақтырады, бірақ ол абайсызда Лу Цзиннің басына тиіп кетіп, ол есінен танып қалады. Қатты қорыққан Шен үйіне жүгіріп барып, сөмкесін жинап, қалада одан әрі қиындыққа тап болмас үшін қашуға дайындалады. Бірақ есігін ашқанда ол жерде менің оны күтіп тұрғанын көреді. Ол полицияға хабар беремін деп қорқытады. Сондықтан Шен қашудан бас тартып, онымен тыныш қана баруға келіседі. Олар Лу Цзин емделіп жатқан ауруханаға барады. Дәрігер Лу Цзинге дұрыс тамақтанбай жүргені үшін ұрсып, бұл оның денсаулығына зиян келтіріп жатқанын айтады. Шен бөлмеге кіріп, қабырғаға қарап тұрады. Жерге сынып кеткісі келеді. Мен Шеннің барлық шығындарын көлікті жөндеу, аурухана төлемдерін есептеп, енді оның 12.000 юань қарыз екенін айтады. Ол оған ультиматум қояды. Ақшаны төле немесе сені полицияға беремін. Болашағын полиция есебімен құртып алғысы келмеген Шен Лу Цзин ұсынған кез келген келісімге келіседі. Лу Цзин оған қарызы толық өтелгенше өзі үшін тамақ дайындайтыны туралы келісімшартқа қол қойғызады. Оның басқа амалы жоқ. Келісімшартқа қол қойып, барлық жеке мәліметтерін береді, сондықтан қашып кете алмайды. Келесі күні келісімшарт күшіне енеді. Лу Цзин одан теңіз өнімдерінен тағам дайындап беруін сұрайды. Өзінің қарапайым пәтерінде Шен қабырғаға қарызын бақылау үшін қасып пішінді көрсеткіші бар кесте іліп қояды. Қарызын тезірек өтеп тастауды үміт етеді. Қажетті азық-түлікті алу үшін ол атасының мейрамханасына барып, бірнеше шая мен моллюсканы ұрлап алады. Лу Цзин алғаш рет оның қарапайым ауданында болады. Ол бұл жерге таң қалып, тіпті оның үйіне апаратын баспалдақта сүрініп құлап қалады. Осы уақытта мен Сүймен сәнді мейрамханада кездесуде отыр. Лу Цзин Шеннің пәтеріне ақыры жеткенде, ол оны жоғары деңгейлі мейрамхананың даяшысы секілді ресми түрде қарсы алады. Ол тағамды ұнатады, бірақ Шен шотты ұсынғанда, оның қарызын тезірек өтеу үшін асты 3.000 юань деп тым қымбат бағалағанын көреді. Ол оның айласын бірден байқайды. Жоспар іске аспағанын түсінген Шен, Лу Цзинмен қалай қарым-қатынас жасау керектігі туралы ағасынан кеңес сұрайды. Оның жаңа жоспары өз сымбаты мен тартымдылығымен оны алаңдатып, ойланбастан сұраған ақшасын төлеткізу. Ол әдеттегіден өзгеше, нәзік әрі флиртшіл бола бастайды. Бірақ Лу Цзин оның бұл жаңа айласында түсініп, енді өзі оны алдамақ болады. Ол да ойынға қосылып, Шенді шынымен өзіне ғашық етуге тырысады. Келесі күні ол Шенді таң қалдыру үшін оған қызыл раушан гүл шоғысын әкеледі. Бірақ әрдайым іс жүзінде ойлайтын Шен раушандарды алып, оларды тағамына қосып пісіреді. Ол енді оны алаңдату үшін кішкентай ас үйінде отырып, Шен тамақ дайындап жатқанда кітап оқи бастайды. Ол кетуден бас тартқанда, Шен көп мөлшерде ашы бұрыш қуырып, оның иісі Лу Цзинді тұншықтырып, ас үйден қашып шығуға мәжбүр етеді. Әр тамақтан кейін ол шотқа қол қояды, бірақ енді Шен сұрағаннан әлдеқайда төмен баға жазып жүр. Сондай-ақ ол қабырғадағы қарыз санау кестесін жасырын түрде бастапқыға қайта келіп, Шен қарызын өтеуге жақындағанда бәрін басынан бастатады. Ол мұның бәрін шын жүректен оған және оның асханасына ғашық болғандықтан, Шеннің кетуін қаламайтындықтан істейді. Ал Шен болса соңғы кездері көзге көрініп бақтырақ болып жүр және өзі де оған ғашық бола бастады. Ол тіпті қонақүйдегі бөлмесінен қашып шыққанда, абайсызда киіп алған оның бір аяқ киімін сақтап қояды және оны пәтерінде киіп жүргеніне қуанады. Бір күні ол ірі мейрамханадан жұмысқа шақырту алады. Бұл Лу Цзиннің жасырын түрде оның күйіндемесін жіберуінің нәтижесі. Бірақ ол бұл ұсыныстан қуана бас тартады, тек оған ғана тамақ дайындауды жалғастыруды таңдайды. Ықылас ретінде Лу Цзин оған тосын сый жасап, оның үйінің қараңғы баспалдағына 2 жаңа люстра орнатып береді.
Алайда Шен оны қарапайым жерде сәнді люстра орнатқан бай әрі ақмақ адам деп мазақ етеді. Электр жарығының қымбат төлемі үшін алаңдайды. 3-ші бөлім. Осы уақытта біз қосымша оқиғаның өрбуін көреміз. Сүй қоғаммен байланыс бөлімінде жұмыс істейді және фин делегациясымен келісімді жоғалтып алғалы тұр. Менг фин тілінде еркін сөйлеп, жағдайды құтқарып қалады. Бұл әрекет сүйге қатты әсер етеді. Енді ол Менгке басқа көзқараспен қарай бастайды. Тағы бір кейіпкер Лиман есімді әйел Лу Цзинге үнемі қоңырау шалады, бірақ ол оның қоңырауларына жауап бермейді. Біз Лиманның Лу Цзиннің Швейцариядағы сенімді көмекшісі әрі кеңесшісі екенін білеміз. Флешбек арқылы бірнеше жыл бұрын Лу Цзиннің бұрынғы қалыңдығы оған мені не Лиманды таңда деп талап қойғанын, ал ол Лиманды таңдап, соның салдарынан екеуі айырылысып кеткенін білеміз. Лиман енді Лу Цзиннің Шенмен жаңа қарым-қатынасына алаңдай бастайды. Лиман Қытайға күтпеген жерден келіп, Лу Цзиннің люкс бөлмесінен Шеннің түйіндемесін тауып алады. Ол Лу Цзинге Швейцарияға жұмысқа қайту үшін билеттерін брондап қойғанын айтады. Лу Цзин өзін ренжулі сезінеді, өйткені ол өзін нағыз тірі адамдай тек Шенмен танысқалы бері сезінген еді. Енді қайтадан тек жұмысқа толы, көңілсіз өміріне оралуы керек. Ол Шенге қоңырау шалып, кешкі асқа шақырады. Кешкі ас кезінде ол мұңайып, ойын басқа нәрсе алып кетеді. Ал Шен болса, ол ақыры өзіне сезімін білдіреді деп ойлайды. Бірақ оның орнына Лу Цзин ертең жолға шығатынын және оның қарызы өтеугенін, енді оған тамақ пісірудің қажеті жоқ екенін айтады. Шен мүлде күйреп, жылап кетіп қалады. Үйіне оралған соң, ол есігінің алдында отырып, жүрегі жаралы күйде жаңғақ шағып отырады. Әр жаңғақты шаққан сайын, Лу Цзин орнатқан жаңа люстралар жанып сөніп тұрады. Келесі күні ол соншалықты көңілсіз болады. Базарға барғанда сатушыларды қорқытып, тауарларды өте арзан бағаға сатып алады. Сол түні қараңғы баспалдақпен көтеріліп келе жатып, банан қабығына тайып құлап, мойны мен аяғын сындырып, ауруханаға түседі. Достары келіп, әзілдеп, бұрын Лу Цзиннің соңынан ерген сәтсіздік енді оған ауысты деп айтады. Бірнеше күнден кейін, Шен атасының мейрамханасында сауығып жатқанда, оның бала кезгі досы Сян қайтып келеді. Біз олардың жас кездерінде қалай танысқанын еске түсіретін көріністі көреміз. Осы уақытта Лу Цзин Шеннің ауруханадағы оқиғасын естиді. Ол бірден оған ұшып баруға тырысады. Бірақ ауа райының қолайсыздығына байланысты барлық рейстер тоқтатылған. Оның жалғыз таңдауы 5 сағаттық такси жолы. Бұл оған азап, өйткені ол қарапайым адамдармен араласуға үйренбеген. Ол ақыры Шеннің үйіне жетіп, Сянның оны үйіне әкеліп тастағанын көреді. Көңілінде қызғаныштың оты тұтанады. Ол Шенмен ұрсады, бірақ Шен оны қуып шығып, тастап кеткеннің өзі екенін есіне салады. Ол оған жай ғана жағдайын білуге келгенін айтады, бірақ Шен өз шешімінде қалады. Көңілі түсіп, Лу Цзин үйіне қайтады. Көп замай қонақүй менеджері Шеннің үйіне келіп, оған қонақүйге қайта жұмысқа орналасу туралы шақыру хатын ұсынады. Шен қуанып, оны жұмысқа қайта шақырған Лу Цзин деп ойлайды. Ол қуана келісімін береді. Жұмысқа қайта кіріскен алғашқы күні 11:23 люкстен тапсырыс түседі. Ол қуана тағамды дайындап, Лу Цзиннен кешірім сұрау үшін оны өзі апаруға шешім қабылдайды. Бірақ есік ашылғанда, ол мүлде басқа адамның сол бөлмеде тұрып жатқанын көреді. Ол қатты таң қалып, жүрегі ауырады, Лу Цзиннің шынымен кеткенін түсінеді. Ас үй қызметкерлері жаңа менеджерден қорқып, жанталаса тазалап жатыр. Жаңа менеджер оның бала кезгі досы Сян болып шығады. Сян Шенге Лу Цзиннің оны көру үшін ұзақ жол жүргенін айтқанда, Шен ақыры өзіне оның шынымен сүйетінін және оның кетуін қаламайтынын мойындайды. Ол ас үйге жүгіріп барып, оған кешірім сұрайтын тағам дайындауға кіріседі. Мен ұшақтың ұшу уақытын айтып көмектескен соң, ол әуежайға асығады. Алайда жолда кептеліс болып, қалған жолды жүгіріп өтуіне тура келеді. Ол келгенде ұшақтың ұшып кеткенін көріп, үмітсіздікпен тамағын түсіріп алады. Бірақ күтпеген жерден ол жерде Лу Цзинді көреді. Сөйтсе, ол мүлде кетпеген екен. Ол қатты қуанады. Олар оның үйіне қайтып береді, бірақ тағы бір тосынсый күтіп тұр. Лиман сол жерде болып, оған түскі ас дайындап қойған. Шен Лу Цзиннің басқа әйелдің, әсіресе Лиманның қолынан тамақ жеп отырғанын көргенде, қатты ренжіп, көңілі түсіп кетіп қалады. Сол түні Лу Цзин Лиман дайындаған асты аяқтамайды, өйткені оның дәмі енді тек Шеннің асханасына үйреніп қалған. Бірақ ол Шен өзі үшін пісірген тортты қуана түбел жеп қояды. Келесі күні Лиман Лу Цзинмен бірге қонақүйге келеді. Шеннен оларға түскі ас дайындап беруін сұрайды. Тамақтың дәмін татқан соң, Лиман Шенді сынап, оған классикалық рецепттерге жаңалық енгізбеу керек екенін, тек бастапқы ингредиенттерді ғана қолдану керектігін айтады.
Ол Шенді өздігінен үйренген аспаз деп менсінбей, өзінің Еуропадағы үздік аспаздық мектепте оқығанын мысалға келтіреді. Ол Шенді төмен таптан шыққан, Лу Цзинге лайық емес адам деп тұспалдайды. Лу Цзин Шенді сабырға шақыруға тырысады, бірақ Шен оған ренжіп, Лиманға қарсы оны қорғамағанына ашуланып, сөзге келеді. Бұл қақтығыс Лу Цзиннің анасы Лиманды жақтап, оған үлкен ықпал бергендіктен одан сайын ушыға түседі. Өзінің бай, ерке жігіт емес екенін дәлелдеу үшін Лу Цзин Шеннің қасындағы пәтерге көшіп келеді. Ол Шенді әзілдеп мазалай бастайды, бірақ Шен оның қасында жүргеніне іштей қатты қуанады. Сен келген кезде Лу Цзин қатты қызғанып, Шен қайда барса да оның соңынан қалмайды. Олардың аспаздық курсқа таулы қалаға бара жатқанын білгенде, Лу Цзин ашуға булығып, қатты ашуланады. Ол олардың артынан еріп, Шенді жасырын түрде алыстан бақылайды. Ол тіпті оларды тілектер қабырғасында көріп, Сянның тілегін алып тастап, өзінің тілегін Шеннің қасына іліп қояды. Ақыры Шен Лу Цзиннің өзін аңдып жүргенін байқап, онымен бетпе-бет сөйлеседі. Ол неге өзін қуалап жүргенін сұрайды. Лу Цзин нақты жауап бере алмай, Шен кетіп қалады. Лу Цзин оның артынан жүгіріп, үмітсіздік сәтінде барлығын мойындайды. Ол оған бірге болу үшін оның барлық хоббиін, мысалы, фотография мен садақ атуды үйренетінін айтады. Шен қатты қуанады. Ол шынымен оны жақсы көретінін сұрағанда, Лу Цзин шын жүректен өте қатты жақсы көретінін естайды. Дәл осы сәтте қонақүй қызметкерлері келіп, оны қонақүйді сатып алып, дамытуды жоспарлап жүрген атақты Лу Цзин екенін танып қояды. Бірнеше күннен кейін Шен қонақүйге қайта оралады. Басқа аспазшылар, олардың ішінде Ю Шеф есімді адам бастаған, Шен мен Лу Цзиннің қарым-қатынасына ренжулі. Олар Шеннің үнемі жоғарылап отыруының жалғыз себебі осы деп ойлайды. Қонақүй жаңа бас аспазды таңдау үшін байқау жариялайды. Байқаудың төрешісі қонақүйдің жаңа иесі Лу Цзиннің анасы болады. Ол әділдік үшін тағамдарды көзін жұмтатады. Лу Цзин Шенге байқауға дайындалуға көмектеседі, оның тағамдарын татып кеңес береді. Ол оған өзінің қиын балалық шағы туралы, әкесінің өзін және анасын тастап кеткені жайлы, анасының табанды еңбек етіп, мықты әрі табысты бизнесумен болғаны туралы айтып береді. Ю Шеф олардың әңгімесін естіп қалады да, олардың қарым-қатынасы туралы күдігі расталады. Байқау өтетін күн келеді. Шен мен Ю Шеф екеуі де өздерінің ең үздік тағамдарын ұсынады. Шен бірінші айналымда жеңіске жетеді, ал басқа аспазшылар, әсіресе Ю, қатты ашуланады. Олар байқаудың әділетсіз өткеніне сенеді. Ю Шеф Шенге Лу Цзиннен қарым-қатынасы туралы бетпе-бет айтып, оны жеңіске жету үшін пайдаланды деп айыптайды. Кейін Шен жеңісін атап өту үшін Лу Цзинді атасының мейрамханасына кешкі асқа шақырады. Лу Цзин тыныш кешкі ас болады деп ойлайды, бірақ мейрамханаға келгенде Шеннің бүкіл отбасы мен көршілері жиналғанын көреді. Ол өзін бөтен адамдай сезінеді. Шеннің ағасы оны шетке шығарып, Шенді ренжітпеуін ескертеді. Оның өскен ортасы мен көршілерінің оған нағыз отбасы екенін айтады. Осы уақытта Мен мен Сю арасында махаббат хикаясы басталады. Мен Сюге ғашық екенін түсінеді, және оның жүрегін жаулау үшін бай болғысы келеді. Бас аспазшылар байқауының соңғы кезеңі келіп жетті. Лу Цзиннің анасы басты қазылардың бірі болады. Барлық аспазшылар қатты қобалжуда. Аспазшы Ю әлі де ренжулі, кек алуды жоспарлайды. Ол Шеннің Лу Цзиннің анасына дайындап жатқан ерекше тағамын көреді. Тамақ беретін сәтте Шеннің тағамы бір сәтке жоғалып кетіп, кейін аспазшы Юдің жанынан табылады. Тағам Лу Цзиннің анасына ұсынылған кезде, оның түрі қорқынышты болып көрінеді, кәдімгі қалдықтарға ұқсайды. Бұл ауыр хорлау. Лу Цзиннің анасы ашуланып, менеджер Шенді қуып жібереді. Басқа аспазшылар қуанып, оның ақыры лайықтысын алғанына сенеді. Бірақ Лу Цзин Шеннің жанында қалып, оған сенетінін және оған сенім артатынын айтады. Далаба Лу Цзин мен Сянға аспазшы Ю тағамдарды ауыстырған болуы мүмкін екенін айтады. Лу Цзин Юге барып, оны мойындауға алдайды. Ю бірден жұмыстан шығарылады. Шеннің ағасы мен Сю Лу Цзиннің үйіне барып, оның анасымен кездесіп, Шенді ақшаға қарап бағалағаны әділетсіз екенін айтады. Лу Цзин келіп, Шенге жасалған қақпанды түсіндіреді. Анасы қателескенін түсініп, одан Шенді тағы бір түскі асқа шақыруын сұрайды. Соңында Лу Цзиннің анасы Шенге барып, ұлына көңіл бөлу үшін одан алыстауын сұрайды. Шен Лу Цзин мен анасының арасына түскісі келмей кетуге келсе. Бірақ Лу Цзин мұны біліп қойып, анасына барады. Анасы қателескенін және Шенді тексергенін мойындайды. Енді ол олардың қарым-қатынасына қарсы емес. Лу Цзин Шен қаладан бір жола кетуге жиналып жатқанда, оның пәтеріне асыға келеді.
Ол анасының олардың үйленуіне қарсы еместігін айтады. Шейн қатты қуанады. Соңында бәрі өз бақытына жетеді. Рен мен Сүй үйленеді. Тіпті Сян мен Лиман да махаббаттарын тауып үйленеді. Шейннің туған күндегі соңғы кеште Люцзин оған олардың оқиғасы басталған Феррари пішіндес торт сыйлайды. Торттың үстінде неке жүзігі бар. Ол ұсыныс жасайды, ал ол келіседі. Олар өз оқиғаларын бақытты аяқтайды. Арнаға лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше.